Балалар, фонетика әлеміне саяхат. Яғни фонетика грек тілінен алынған екен. Ол дауыстық, дыбыстық деген мағынаны білдіреді. Фонетика, яғни тіл саласын зерттейтін ғылым екен. Дыбыс, яғни дыбысты есімізге түсірейікші. Дыбыс нешеге бөлінеді, балалар? Дыбыс. Айта ғой. Дыбыс екіге бөлінеді. Дауысты және дауыссыз. Дұрыс айтасыңдар. Дауысты дыбыс және дауыссыз дыбыс. Дауысты дыбыс қандай түспен боялатын еді? Қалса? Дауысты дыбыс қызыл, ал дауыссыз дыбыс көк түспен боялады екен. Дұрыс айтасыңдар, иә? Балалар, яғни дыбыстық талдау дегенімізді біз ұмытып қалмадық па? Барлығымыздың есімізде, иә? Дауысты дыбыстар бізде еш кедергісіз еркін шығады екен, иә? Ал дауыссыз дыбыстар ше бізде кедергіге ұшырайды екен, балалар. Мына жерде есімізге түсіру үшін біз дыбыстық талдауды алдымен мына суретке қарайық. Мына жерде қандай сурет берілген? Көгершін. Мына жерде бүркіт. Мына жерде аққу суреті берілген екен. Осыған біз дыбыстық талдау жасап көрейік, балалар. Яғни көгершін дегенде барлығымыз қараймыз. Бірінші топ маған дыбыстық талдау жасайды қазір. Бірінші топ қараймыз. Неше дыбыс бар? 8 әріп, 8 дыбыс. 8 дыбыс бар дейді. 8 дыбыс және 8 әріп бар екен. Және ары қарай нені талдайтын едік тағы? 3 дауысты. Неше дауысты бар? 3 дауысты бар және дауыссыз қаншау? 5 дауыссыз бар екен. Және не бар еді? Буын. 3 буын. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Енді әр дыбысқа дыбыстық талдау жасайды. К. Кім айтады? Дауыссыз және қатаң. Дауыссыз қатаң. Ө. Дауысты және жіңішке. Дұрыс айтады. Г. Айтады. Г дауыссыз және ұяң. Е. Айтады. Көріп берейікші, ер жігіт. Дауысты және жіңішке. Дұрыс айтады. Р. Жылдам. Р. Айтады, Фараби. дауыссыз және үнді. Дауыссыз және үнді. Ш. Байсал. Дауыссыз және қатаң. Ә. Ержан. Дауысты және жіңішке. Н. Айтады. Дауыссыз және үнді. Дұрыс айттық па, балалар, барлығымыз? Иә. Яғни біз көгершін сөзіне дыбыстық талдау жасадық. Енді мына жерде бүркітке жылдам, ауызша кім маған дыбыстық талдау жасап береді? Келе ғой, жылдам. Бүркіт деген сөзге қарады, жылдам өзі дыбыстық талдау жасайды. Ауызша жасайды. Қалғанымыз дұрыс па, тыңдап отырамыз, жарай ма? Айта ғой, беріп мына жерде тұра ғой. 6 дыбыс, 6 әріп, 2 дауысты, 4 дауыссыз. Және де 2 буын. Б дауыссыз ұяң, дауысты жіңішке, Р дауыссыз үнді, К дауыссыз қатаң, дауысты жіңішке, Т дауыссыз қатаң. Дұрыс айтты ма, балалар? Иә. Дұрыс, иә? Яғни барлығын дұрыс дыбыстық талдау жасады. Отыра ғой. Келесі аққу сөзіне кім маған дыбыстық талдау жасап береді? Келе ғой. Қанша дыбыс айтады? Келе ғой. Мына жаққа айтады. Айтады. Аққу деген сөзде 4 әріп, 4 дыбыс бар. 4 әріп, 4 дыбыс
туан демекте тек қана дауысты дейміз балалар. Дұрыс дыбыстық талдау жасады ма? Иә. Ал енді үйрене отырып, өзгеге үйретемін әдісі арқылы біз бірінші жаттығуға назар аударайық. Барлығымыз қараймыз бірінші жаттығуға. Берілгенін оқи қойып. Ертеңгіні оқу барысында жақшар ішіндегі тапсырмаларды қимылдап қосып орындап қой. Яғни ертеңгі оқу барысында біз жақшаның ішінде не берілген бізге? Тапсырмалар берілген. Соны қимыл арқылы орындап, қимылдарды қосып орындап көр дейді. Дыбыстар патшалығы. Қазір жақшаның ішіндегіні біз қимыл арқылы барлығымыз көрсетіп отырамыз. Әлде бір патшалықта немесе мемлекетте емес, тура сенің аузыңның ішінде дыбыстар тұрып жатыр. Аузымызда не тұрып жатыр біздің? Дыбыстар тұрып жатыр. Ал олардың үйі қандай әдемі. Енді аузыңды аш дейді. Аузымызды ашамыз барлығымыз. Аузыңды аш. Әне көрінді. Үй көрінді ма дыбыстардың үйі? Көрінді. Қандай керемет әдемі екен, Үйдің төбесі бар дейді. Тіліңді тигізіп көр. Өз үйіңнің төбесін ізде. Ал тілімізді тигіземіз. Үйіміздің төбесін таптық па? Иә. Іздеп көр дейді. Таптың ба? Бұл үйдің едені тілдің асты. Асты бар ма тіліміздің? Бұл не екен үйдің? Едені екен. Ал есігі ерін дейді. Көрсетекші барлығымыз ерімізді. Бұл не екен? Есігі екен. Есік бекем болу үшін қойылған сүйек шарбақтар да бар. Ол сенің тістерің. Үйдің ішінде бір айдаһар кіріп кетпегенде бәрі жақсы болар еді. Қайтер еді? Тіліңнің ұшын қимылдап. Тіліміздің ұшын қимылдап. Бұл не екен? Бұл не? Қазір ойлап отырамыз. Айдаһар кейбір дыбыстарды еркін өткізіп жіберді. Яғни тіліміз айдаһар екен, өткізіп жіберді. Мысалы, дейміз барлығымыз. Және де басқа дыбыстары еркінен, яғни есіктен еркін шығып жатады. Еркін шықты ма? Есікте деп тұр. Аузымыздан еркін шығып жатыр. Олардың үстіне киіп алған қызыл көйлектері бар. Яғни біздің дауысты дыбыстарымыз қандай түспен беріледі еді? Қызыл түспен беріледі. Ол қызыл көйлек кигеннің бәрі есіктен қалай шығады екен? Еркін шығады екен. Ал басқа дыбыстардың жолына айдаһар түрлі кедергі жасап есікті жауып қояды. Дейміз барлығы. Ол дыбысын төбеге жасырып қояды. Т деп айтыңызшы. Біздің үйіміздің төбесіне тиіп тұр ма? Яғни төбеге жасырып қояды екен. Айдаһар дыбыстарды біресе пырылдауға. П дейікші. Біресе ысқыруға. Біресе қырылдауға. Мәжбүр етеді. Біресе итше ырылдайды. Дауыстап көрдік пе? Кетті ме? Ырды тағы айтайықшы. Бұл дыбыстар ауыздан емін-еркін шыға алмайды. Солай ма? Айтып көріңізші, ырр деп. Ауыздан шыға алды ма? Жоқ. Кедергіге ұшырап жатыр. Т деген шыға алды ма? Жоқ. Ол да кедергіге ұшырап жатыр. Бұлар есіктен емін-еркін шыға алмайды екен. Бұл дыбыстар ауыздан емін-еркін шыға алмай, сондықтан да олар үстеріне көк көйлек киіп алған екен. Шыға алмағасы қандай көйлек киген екен бұлар? Бұл қандай дыбыстар? Дауыссыз дыбыстар көк түспен берілетіні сондықтан дейді. Ол сендерге бірінші сыныптан бері белгілі ма балалар? Белгілі екен. Енді осы мәтіннің ішінен біз жақшаның ішінде берілген қай дыбыстар дауыстыға жатады екен, соны табамыз. Жақшаның ішіндегі қай дыбыстар? Дауыстыға. Дейді, және жатады екен, Яғни бұл фонетикалық дыбысты талдауларға жатады екен,